Бүгінгі талданатын тақырып ангина немесе жедел тонзиллит. Бұл ауру жедел инфекциялық таңдай бадамшаларының қабынуы болып табылады. Қоздырғыштары әртүрлі вирустар мен бактериялар немесе басқа да себептер. Әрдайым бактериялардың туындамайтындықтан барлық уақытта антибиотиктермен емделмейді. Клиникасына келетін болсақ, егер ангина вирусты болса, онда ол жедел респираторлық вирустық инфекциялар, яғни ОРВИ-дің симптомдарымен көрініс береді. Олар жөтел, насморк, мұрыннан су ағу деген секілді. Ал бактериалды болса, ол 90% жағдайда бета-стрептококк қоздырғышының нәтижесінде туындайды. Оның симптомдары: жұтыну кезіндегі ауырсыну сезімі, дене температурасының 38 Цельсий градустан жоғары болуы, лимфа түйіндерінің үлкеюі, жалпы әлсіздік, бас ауруы және кейбір жағдайда балаларда іш ауруы, жүрек айну, құсу кездеседі. Ескеретін тағы бір жағдай: созылмалы тонзиллитпен ауыратын адам жылына 3 реттен көп қабыну орын алған болса, онда лор дәрігеріне қосымша диагностикалардан өту жүктеледі. Еміне келетін болсақ, ең алдымен профилактикалық жағдай ретінде немесе ем ретінде біз ауырсынуды азайту, мұз басу, мұз жеу, балмұздақ жеу, суық су ішу секілді профилактикалық заттарды жатқызамыз. Және температурасын әлсіздікті басу барысында парацетамол, ибуфен қолданылады. Бұлар әр жас көрсеткіштеріне байланысты күніне 4 таблеткадан көп қолданбау шарт. Сонымен қатар аз нәтиже берсе де, физиологиялық ерітінді немесе тұзды суды тамаққа шайқау арқылы жүргізетін процедуралар қолданылады. Және қарсы көрсеткіш ретінде қолмен ангинаны шұқылау, алуға ұмтылу, ақ дақтарды сүрту және де ыстық тамақ, сүт ішу ангина кезінде қарсы көрсеткіштер қатарына жатқызады.